Мен жақта өзі связь нашар, көпшіліктері білет. Бүгін арман мақсат туралы сіздермен сөйлесеміз. Менің атым Нұркамал, фамилия Мишбаева, Тинши компаниясының күміс арыстаны. Бүгін сіздермен мақсат қойып, әрекетке көшу деген тақырыпта әңгімелесеміз. Жалпы мақсат дегеніміз не, және ол бізге не үшін керек? Мақсат дегеніміз ол адамның әр қайсысында, ол тек қана Тиншидағы адамдар емес, кез келген адамның өміріне арқау болатын зат. Мақсаты бар адам өмір сүру. Әдетте мақсатын жоғалтып қойған кезде адамдар жаңа көңіл күйі түсіп, өзінің жұмысын жасауға ниеті болмай қиналады. Мен бірден сабаққа көшіп кеттім, себебі сет ұстап тұрған кезде біраз әңгіме айтып алайын деп жатырмын. Үлгермегендер кейін көрер, 24 сағат сақтаулы ғой. Дауысым жақсы естіліп тұрған шығар, Сонымен мақсаты бар адам кез келген жұмысты өте жақсы дәрежеде орындайды. Ал мақсатын таппай, мақсатын анықтамай, кез келген істі жүргізу, ол өте қиындыққа кездесіп, адам жаңа шаршап, энергиясы азайып, жаңа жұмысын жүргізе алмай қиналады. Енді ол мақсат дегеніміз жалпы не, қарапайым сөзбен айтатын болсақ, ол кез келген адамның өзінің желаниясы дейміз ғой, енді көңілі, жүрегінің қалауы, былай айтқанда бір арманы, адамның арманы, жүрек қалауы, бірақ сол адам өзінің ойында жүрген бір шіркін-ай деп жүрген ойларын, армандарын нақтылап, уақыт және оның өлшемін, санын, көлемін анықтайтын болса, ол мақсатқа айналады. Өйткені енді арман кез келген адамда болады ғой. Кез келген адам шіркін-ай, осындай болса, менде машинам болса, немесе мен бір белгілі бір жетістікке қол жеткізсем, немесе мен баспаналы болсам, баламды оқытсам, тағы көп қой енді адамның шіркін-айлары. Сол адамның ішінде өзінің қиялы, арманы, соны жазып, сызып, белгілі бір уақытын анықтап, өлшем санын қойған кезде ол мақсатқа айналады. Сол мақсат адамның жігерлі өмір сүруіне, ары қарай алдындағы істі, өзінің жұмысын жеңіл жүргізуіне күш береді. Енді жалпы сол мақсаттың өзінің тіректері болады. Мақсаттың негізі 5 тірегі бар. Бірінші ол бағыт. Адам өзінің мақсатын анықтап алу үшін оның бағытын білу керек. Қай бағытта? Мүмкін біреудікі творчество бағытында, мүмкін біреудікі направление дейміз ғой, енді бағыт деп қазақша айтып жатырмын. Әркімнің өзінің бір өмірде алған бағыты бар, мүмкін біреу қол өнері. Мысалы, біздің бизнесқа келетін болса, біз енді Тинши компаниясында өзіміз желілі маркетинг бағытында мақсат қойып отырмыз, Сол бағытыңды анықтап алғаннан кейін, соған тиесілі екінші тірек, ол әрекет. Соған тиесілі қандай әрекеттер жасау керек? Адам соны білу керек. Өзінің мақсатына жету үшін қандай әрекеттер жасалатынын анықтап алу керек. Үшінші тірек ол сенім. Сол мақсатқа жету үшін, адамға мақсатына қол жеткізу үшін сенім керек. Енді біздің бизнесқа алып келетін болсақ, сенім бірінші өзіңіздің ісіңізге деген сенім. Желілі маркетингке деген сенім. Енді көпшілік бұны енді бір қатты күдікпен қарайтын сала ғой, бұл мысалы лохотрон деп адамдар сендіру қиын да. Көп жағдайда адамдардан бұрын ең бастысы сол айналысып жүрген желілі маркетингке келген дистрибьюторлардың алдымен өзінің сенуі керек. Өзінің сенімімен жұмыс жасау керек. Өзінің сенімін күшейтіп анықтап алу керек. Енді сенім дегенде біз неге сенеміз? Жаңа жасап жатқан ісімізге, содан кейін енді оған сену үшін желілі маркетинг туралы біраз цифры, жаңа история дейміз ғой, анық ақпараттар алу керек адам. Белгілі бір ақпарат алғаннан кейін адамда бұл салаға деген сенім пайда болады. Мысалы, мен өзім бұл бизнесқа келген кезде біздің жоғарыдағы көшбасшыларым
историяларын, тарихтарын, сол кісілердің әңгімелерін естіп жүріп, менде бұл салаға деген сенім пайда болды. Мен көбінде историямды айтам ғой. Жаңа Айжамал апаның историясын көп естідім. 7 жұлдыз кезімде 1 айлық табысыммен келіп, шаңырақтан жаңа жер телімі дейміз ба, участок сатып алып, соған фундамент қойып кеттік. Сол кезде жаңа аған айтады ғой жолдасын, ай, бұл істеуге болатын жұмыс екен деп айтты деп. Одан кейін Жұмабаева Камила историясын айтатын, Камила апайымыз. Менің арманым болды Алматыдан үй салу, сол арманым жүзеге асты деп жаңа историяларында айтады. Мен сол кісілердің историяларын ести, мен де соған сенім оянып, жаңа ішімде бір сенім пайда болған ғой. Егер осындай адамдар жасаған болса, значит, мен де жасай аламын деген сияқты сенімдер пайда болды. Сол желі маркетингке деген сенім менде біздің история жаңа көшбасшыларымыздың, лидерлардың историясын естіп жүріп келді да. Бекмұрат аға айтатын, көбінде бизнес школада осы Теңшіға келген 8 жұлдыздардың ішінде баспанасының проблемасы шешілмеген адам жоқ деп. Сол сөзде мен оғатым, 8 жұлдыз болсаң, значит, баспананың проблемасы қайткенде шешіледі ол деп. Өзім сондай бір жаңа ішімде сенім орнады да. Сол өзің жасайтын іске сенім бірінші тудырып алу керек өзіңе. Мақсатыңа жету үшін ол өте маңызды зат. Өйткені сіз өзіңіз сенбей, өзіңізде күдік, сомнение дейміз ғой, болып тұрса, сіз ол мақсатты жүзеге асыра алмайсыз. Екінші, өзіңе деген сенім. Енді мен бұл жөнінен де мен өз басымда өте көп қиындықтар болды. Мен жарайды, басқасын жасайтын шығар, менің қолымнан келмейтін шығар деген күдік өте көп болады ғой. Енді біз ауылдан келдік, қарапайым ортада тәрбиелендік, менің айналамда миллионерлерді көрген жоқ мысалы. Бұл мүмкін зат па, мүмкін зат емес па, біздің өзіміздің бір белгілі рамкада қалғанбыз ғой. Бізге осы да болады, осыдан ассақ айналамыз не дейді деген сияқты. Біреулер мүмкін сөз қылама деген сияқты тартына бересің ғой. Менің қолымнан келе ма, келмей ма, жалпы ол не керек деген сөздер көп айтылады ғой енді. Жаңа бір зарплатаға өмір сүріп жүрген адамдардың мышлениясында енді бұндай жаңа сөздер, ойлар айналаңда айтылып жатқаннан кейін соған кішкене отвлекаться етесің. Сол кезде ішіңде бір сенімсіздік туады да, менің қолымнан келе ма, келмей ма деген. Сол үшін алдыға қойған мақсатқа қол жеткізу үшін адамның өзіне деген сенім керек. Оны қайдан аласыз? Оны оқулар, тренингтар, кітаптар арқылы аласыз. Оны енді бізде арнайы сабақтарда айтылады. Ең бастысы біз білу керекпіз, что мақсатымызға қол жеткізу үшін алдымен өзіңе деген сенім керек та. Үшінші, ол басқаларға деген сенім. Бұл да бір қызық әңгіме. Мен көбінде ойлайтын едім, жарайды, мен түсіндім, мен үйрендім бұны, оқыдым. Енді басқалар мен сияқты өстіп істейме екен, олар тастап кететін шығар деп. Енді жаңадан бизнес бастаған кезде адамдар жаңа адамға ақпарат беретін кезде, әсіресе Тиншида біз жаңа адамдар шақырамыз ғой. Кеше Ахан сабағында айтты ғой, ең 70% сол шақыруға байланысты деп. Шақырады адамдар, бірақ сол шақырып болып өздерінде күдік тұрады да. Мынау білмеймін, ол істемейтін шығар, қойшы, оның қолынан келмейді, мен оны білем деген сияқты ойларды көп айтады да адамдар. Ең бастысы біз сол өзіміз шақырған адамға сенім таныту керекпіз. Көбінде мысалы маған наставнигім, мен сол Бекмұрат ағаның молодец деген сөзімен өстім ғой. Сол кісі айтады, Нұркамал, молодец, сенің қолыңнан келеді деп. Сол кісінің маған деген сенімі менің күшімді көбейтті. Мен мақсатыма қарай нық қадамдар жасай бастадым. Сол сияқты бізде өзіміздің мақсатымызға қол жеткізу үшін басқаларға деген сенім. Өйткені сіз өзіңіз шақырған адамға сенім танытпасаңыз, онда ол адам күшті қайдан алады, ол адам кімге арқа сүйейді деген сияқты. Енді басқаларға сенім қалай? Әрине мен сабақтар тыңдағаннан кейін ойлай бастадым. Егер мен жасаған болсам, неге мен жаңа шақырып тұрған дистрибьюторым, менің ақпарат беріп тұрған адам неге жасамайды? Сосын Қалжанның историясын көп естіп өстік қой. Сол кезде ойлаймын, егер Қалжан жасаған болса, неге басқалар жасамайды деген сияқты өзіме сенімді көп ұялатуға тырыстым. Енді бұл жерде жаңа
мақсатқа қол жеткізу үшін сенімнің осы ең негізгі үшеуіне біз көңіл бөлу керекпіз. Өзіңіздің айналысатын ісіңізге деген сенім, сосын өзіңізге деген сенімді нығайтып алу керекпіз. Және үшінші, басқаларға деген сенім, сеніп үйрену керекпіз. Соны біз ойымызды өзгерту керекпіз. Келесі мақсаттың төртінші тірегі ол оқу. Көбісі ойлайды, желді маркетингте оқу тоқуы жоқ, несі бар, келдің, өзіңнен кейін адам шақырасың, адам шақырсаң ақша бар, адам шақырмасаң ақша жоқ деген сияқты бір қысқа қағидалармен қалып қалады. Бұл жерде оқу керек. Сіз бұл өзі жаңа сала, сол мақсатыңызға қол жеткізу үшін арнайы оқу тренингтер өту арқылы сіздің жолыңыз ашыла береді. Төртінші, оқу арқылы көп білім жинайсыз. Төртінші тірегі ол іс-әрекет. Іс-әрекет негізгі тіректерден ол іс-әрекеттің дедлайн дейміз ғой, мерзімі қойылу керек. Күнделікті кім қаншалықты жұмыс жасап жатыр, дистрибьюторлардың көп жіберетін қателіктер осы да. Жасап жүрген іс-әрекеттерін жаңа өлшеп, санап, анализдеп отырмайды. То есть белгілі бір іс-әрекет жасаймын деп сіз мақсат қойдыңыз ба, соған енді дедлайн деп айтамыз ғой, шектеулі соңғы датасы міне мен мына аралықта осы, допустим, осы бір ай ішінде мен 5 жұлдыз статусын жасаймын. Немесе осы бір аптада мен 10 адаммен жаңа кездесу өткізем деген сияқты өзіңізге жаңа нақты мөлшерін анықтап, іс-әрекетті бөліп, жаңа уақытын анықтап алу керек. Енді біз сіздермен жаңа сенім туралы айттық, өзіңіз туралы айттық, оқу әрекет туралы айттық. Енді мақсаттың керек екенін түсіндік, және оның қандай тіректері бар екенін түсіндік. Бірақ енді дегенмен барлық адам бірдей келе салып мақсат қойып кетуі бір қиындықтар туғызады. Көбі мән бермейді, немесе белгілі бір себептермен мақсат қоймай жүреді бұл бизнеста. Неге мақсат қоймайды? Мақсат қоймаудың негізгі 3 себебі бар. Бірінші, адамда ынта болмайды мақсат қоюға деген. Әлі арманы болмайды деп айтпай ақ қояйын, арманы оянбайды. Өзінің жаңа арманын нақтылап, қағаз бетіне түсіріп, мен осыған қол жеткізем деп әлі шешім қабылдамайды. Сол шешім қабылдамағанша адам өзіне мақсат қоймайды екен. Сол үшін біз алдымен арман мақсатымызды қағаз бетіне түсіріп, нақты шешім қабылдап, мен соған қол жеткізем деп өз-өзімізге былай айтқанда есеп беріп, жаңа анықтап алсақ, онда мақсат қоюдың ең бірінші қадамы басталар еді. Негізі прямой эфирда сабақ өткізудің жөні бөлек екен, шынымен де живой аудиторияға өткен кезде басқаша шығады да. Енді бұған да үйренерміз. Сіздердің жазып атқандарыңызды мен көріп жатырмын, бірақ жауап беріп үлгеріп жатқам жоқ, кейінірек көреміз. Енді мақсат қоймаудың бірінші себебі жаңа айттым, арманның болмауы. Енді оның үстінде де біз жұмыс жасау керекпіз. Адам алдымен өзінің арманын анықтап, нақты өзіне не керек екенін, мен не үшін осы таңертең орнымнан тұрып жұмысқа барам, мен не үшін, жаңа миллионерлер айтады екен ғой, таңертең тұрып бәтіңкеңнің бауын байлайтын кезде де не үшін байлап атқанды білу керек деп. Сол арманыңды анықтап алу керек та. Сол көп адам соны білмегеннен кейін нақты мақсат қоймайды, күнделікті тірлікпен жүре береді. Екінші бір себебі, арманы болса да адамдар қоршаған ортаның дейміз ғой, айналадағы адамдардың ойынан, менде көбінде сондай өз басында болды, жаңа кездесетін қандай да бір кедергілерден қорқып мақсат қоймай жүреді. Егер мен мысалы белгілі бір мақсат қойсам, орындай алмай қалсам қалай болады, ой ол болмай қалса, ертең біреулер күлетін шығар деген сияқты тартынып жүреді. Сол себептен мақсат қоймайды. Осы ішіндегі барьер дейміз ба, кедергілерден адам шешім қабылдап іс-әрекетке көшпейді. Мысалы менде жаңа адамдар ақпарат қазір айтамыз ғой, жаңа статус туралы бизнес жағына келген кезде айтады, ой оны көреміз, ең басты емделсем болды, жаңа ақшасы маңызды емес деген сияқты айтады да. Көп жағдайда ол мәселе ақша керек қылмай тұрған жоқ, ол адам жаңа өзінің
шешімін нақ қабылдамай тұр, өзінің ішінде сенім болмай тұрған жағдайда ғой адамдар солай деп айтады. Өйткені біз көп жағдайда жаңа айналамыздағы қоршаған адамдардың ойына, мнениесіне тәуелді боламыз. Сол үшін адамдар мақсат қоя алмай тартынып қалады. Енді тағы бір үшінші себебі мақсат қоймаудың, оны қалай қоюды білмейді. Шынымен бізді бұғанға дейін ешкім үйреткен жоқ. Мен Тиншиға дейін жалпы армандау керек екен, арманды жазу керек екенін тіпті ойлап та көрмеппін. Бірақ мен кішкентай кезімнен күнделік жазатым, көп өзім привычкам бар болатын, бірақ оны ешкімге көрсетпейтін. Ойлайтын, ол ұят шығар, біреу көріп қойса мазақтайтын шығар деген сияқты да. Соны кітап нелер оқып жүрген кезде өзіме келген ойларды жазып, көп күнделік жазатым мен. Кейіннен соны жағып жібердім, өйткені мен айналамда ешкім нетпейді, жазбайды, біреулер оқып қойса күлетін шығар, мазақтайтын шығар деген сияқты жаңа не болды да, комплекс дейміз ба, ұялып, сонда ойладым. Қазір ойлаймын, мен сол кезде дұрыс істеппін. Оны кейін мен Тиншиға келіп, арнайы тренингтарға қатысқан кезде барып білдім да, өзімнің дұрыс қадамдар жасағанымды. Сол адамдар мақсатты қалай қоюды білмей жүреді, жаңа мен сияқты. Немесе ұялып жүреді. Мен есімде 6 жылдыз кезімде бір наставникке, Бекмұрат ағаға неге бардым, консультацияға. Сол кезде алғаш рет мен ключевой дистрибьютор деген номинацияны алып, сол жылы Қытайға тегін жолдама алдым, бірінші тегін жолдамамды. Соны енді кішкене бизнесқа, жаңа үлкен табыстарға енді қадам басып жатқан кезіміз ғой. Сонда Бекмұрат аға кішкене бағыт-бағдар беріп консультацияға ай сайын баратын. Сонда айтты, молодец, Нұркама, бәрі дұрыс, осы настроеңді жоғалтпа, бірақ жасап жатқан армандарың бәрін енді өзің командаңдағы адамдарыңа айт деді да. Ойбай дедім, ішімнен ойлап тұрмын, Бекмұрат аға жарайды деп тұрып кеттім, бірақ ішімнен ойладым, менен қалай айтам? Армандарымды өзімнен кейін келген адамға, мен осынша ақша тапқым келеді, мен мұндай үй салғым келеді, мен машинам болғым келеді деп қайтып айтып тұрамын, ұят қой біреуге деп өзім ішімде қатты ыңғайсызданып, сөйтіп менімен бірге жұмыс жасап жүрді, параллельный структурамда Рабиға апайға айтамын да, мен осындай армандарымды айт дейді, адамдарға мен қайтып айтам оны деп. Кейін соны өзім жаңа жақсылап ойланып көрсем, ұялатын түгі де жоқ, ол ұялатын зат емес екен. Қайта менің арманым арқылы келесі адамға бір себебі тиеді, келесі адамға бір жаңа не дейміз ғой, әсері болады да. Менің жасаған әрекетім арқылы, менің айтқан әңгімем арқылы келесі бір адамның арманы оянуы мүмкін екен ғой. Оны мен кейінірек әрине түсіндім. Келе қазір үнемі мен өзім структурамдағы адамдарға айтып отырамын, міне мен осы жолы күміс арыстан жасадым, ендігі мақсатым мынау, осы аралыққа алтын арыстан жасаймын. Осы мотивационный программада мен өзіме 2 путевка жасаймын деп, 2 номерімен путевка жасаймын деп мақсат қойғам. Оны мен бүкіл структурам біледі. Кейін мен өзімнен кейінгі адамдарға арман мақсатымды айтып үйрендім, оның ұят емес екенін үйрендім. Оны енді қазір жан жақты түсіндім. Енді осы мен сияқты көпшілік адам мүмкін 3 себептен мақсат қоймай жүруі мүмкін. Бірінші, жаңа айттық, мақсат қоюға ынтасы болмайды, то есть арман әлі анықталмаған. Енді арманы болмайды деп айтуға келмейді ғой. Арман кез келген адамда бар, бірақ соған анықталмаған да. Екінші, жолдағы кездесетін кедергілерден қорқады адамдар. Көршім не дейді, жаңа досым не дейді, подружкам не айтады деген сияқты тартыншақтығы. Үшінші, қалай қоюдың жолын білмейді деген сияқты. Осы 3 себептен қоймай жүретін. Енді біз бұны түсіндік, білдік, енді қалай қоямыз? Мақсат қоюдың енді негізгі, жаңа мақсат қойып, оны іске асырудың негізгі 8 қадамы бар. Бірінші, ескеретін нәрсе, жаңа мақсат қойған кезде мақсатты қалай қоямыз? Ең бірінші, ол мақсат деген сіздің ішкі жан дүниеңіз бен көңіл күйіңіздің үндестігінен туындау керек. Ол навязчиво наставнигіңіздің айтқан, сырттан біреудің айтқан, жаңа не дейді ғой, байлап берген, навязывать етіп берген мақсаты, ол сізді ешқашан іс-әрекетке итермелей алмайды. Сіз ол арқылы үлкен жұмыс бітіре алмайсыз. Ол мақсат сіздің жүрегіңізден туындау керек, сіздің жүрек қалауыңыз болу керек. Яғни, бір сөзбен айтқанда, сіз үшін сізді қандай ойлар, қандай армандар бақытты етеді. Яғни сізді шабыттандыратын ой болу керек. Мысалы, мен бұрын соңды шетелге барып көрмегем. Тиншиға дейін әрине, даже аэропорттың қайда екенін білмейтін. Кейін Тиншиға келгелі шетелдерге демалып үйрендік. Жылда енді
мен бизнес әріптестерім біледі, бесплатный путевка десе бірінші болып алам. Сол шет елдің дәмін татып кішкене за граница барып көргеннен кейін уже на меньше уже соглашаться еткім келмейді. Уже достойно жылына бір рет демалуды өзіме әдетке айналдырғам да. Мен соны ойласам, шетел туралы, демалу туралы, шетелге мамамды алып шығу туралы ойласам, действительно мен қуанып, шабыттанып, менде бір жұмысқа деген бір ынта жігер пайда болады да. Мен соны жасаймын деп өзім шынымен сондай ойлар мені бақытты қылады. Сол сияқты сізді ол бақытты ететін ой болу керек. Яғни сізді шабыттандыратын болу керек мақсат деген да. Әйтпесе енді бізде стандарт мақсаттар көп қой, көпшілік ойлайды. Мақсатқа не қояды? Баспанам